Сыйқырлы қыз. Bir ханның 39 қатыны болған. 39 қатынынан бір бала болмаған. 40-шы қатын алған. Ол қатын күндерден күн өткенде ек қабат болады. Bir күні хан дәретке шығып еді. Тұман басып қасындағы үйін таба алмай қалды. Сол арада бір шал келді. Хан шалдан үйін сұрады. Шырағым, сен қайдан келіп қалғансың? Бұл перінің патшасының қаласы. Сен жаяу жүрсең, 1000 күнде жетесің үйіңе, жолын білсең, деді шал. Хан шалға жалынды. Сұрағаныңды берейін, жеткіз деп. Сенің қатының буаз. Сол еркек бала табар, соны бер, деді шал. Хан Құдайдан сұраған жалғыз баласын бермек болды. Шал ханға: артыма түс, көзіңді жұм, деді. Көзін жұмып ашса, есігінің алдына әкеліп тастаған екен. Үйіне кірсе, қатыны босанып жатыр екен. Қатын ұл тапты. Ол 15-ке жеткенде әкесінің түсіне адасқанда келген шал кірді. Уақыт жетті, балаңды бер, деді. Ертеңінде хан баласына бастан аяқ айтады. Бала әкесіне: мен сол шалды іздеп барам. Маған екі аяғыма темір етік, қолыма темір таяқ бер. Хан айтқанын беріп баланы жөнелтті. Бала келе жатады. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда далада екі жылан төбелесіп жатыр. Bir ақ, бір қара. Қарасы жеңіп бара жатыр еді. Бала тас лақтырып, қара жыланды өлтіреді. Тәг жүріп келе жатқанда алдынан боз ат мінген бір жігіт баланың атын атап сәлем береді. Бала жігітке айтты: сен менің атымды қайдан білесің? Сен менің жолдасымсың. Сен маған жақсылық істедің, дейді жігіт. Мен қашан жақсылық істедім? Екі жылан төбелесіп жатқанда қара жыланды өлтірдің. Ол қара жылан кәпір кісінің баласы. Мен мұсылман кісінің баласымын. Екеуміз төбелесіп жатқанда соны өлтірдің. Енді қайда барсаң да мен жеткізейін, қайда барасың, деп сұрады. Бала әңгімесін бастан аяқ айтты. Жігіт балаға айтты: сені мен судың жанына апарам. Сол арада тас бар, сол тастың жанына тығылып жат. Екі аққу келіп қыз болып шомылар, оған тиме. Тәгі жалғыз аққу келіп қыз болып шомылар, сонда кебін алып бауырыңа басып жат. Сонда қыз ақырғы сертін берсе бер. Жігіт әкелді. Бала тастың бауырында жатты. Айтқанның бәрі болды. Айтқанын істеді. Қыз ақырғы сертін берді. Қыз балаға айтты: мына жерде алтын құдық бар. Оның ар жағында бір сарай бар. Мен сонда болармын. Қыз әкесіне баланың келгенін білдірді. Кешке патша шақырып болып: мен саған қызымды берем, бірақ 3 сертім бар. Бүгін түнде 100 десте егінді жыртып пісіріп сарайыма үйіп қой, деді. Бала қызға айтты: қыз, бұл оңай, жата бер, мен істеп қоям, деп. Қолындағы асылын жанып қалып еді. Екі пер кіріп келді. Екеуіне: сендер 100 десте егінді жыртып пісіріп жинап сарайға үйіңдер, деді. Екеуі кетіп қалып 2 сағат ішінде қайтып келді. Ертеңінде бала барып шалға айтты: жарайды, кешке кел, деді. Бала келіп еді. Шал: бүгін түнде мынау арадан су ағызып үстінен көпір сал. Көпір алтын болсын, жерден көктен тіреу болмасын, деді. Бала тағы қызға келді айтты: қыз, бұл оңай, жата бер, деп. Тағы кешегідей жанып еді. Кешегі 2 пер тағы келді. Перге баланың жұмысын айтты. Екеуі кетті. Таңертең ертерек қыз баланы оятып, қолына балға мен алтын шеге берді. Бар, енді әр жеріне қағып жүр. Әкем жаныңа кеп бірдеңе дер, сонда үндеме. Бала шеге қағып жүргенде шал жанынан олай-бұлай өтіп балаға: жарайсың, кешке тағы кел, деп кетіп қалды. Ол кетісімен бала да кетті. Кешке бала барды. Шал айтты: менің бір қара арғымағым бар. Соны бүгін түнде салтқа, санаға, арбаға да үйрет. Бала: ана екеуінен оңай ғой, деп қызға келді. Әлгіні айтты. Қыз: менің қолымнан келмейді. Оның жолын айтайын, сонан өзің үйрет. Сен жақындары жақындамаста аяғыңдағы шынжырды тасырлатып иіре бастар. Жанында 4 пұттық шоқпар бар. Соны алып үстіне мініп алып, жалынан ұстап шоқпармен ұра бер. Сосын ол қара ит болар. Сонан құйрығынан ұстап айырылма. Сол кезде әкем шығар: үйреттің бе, дер. Сонда ат
дегенің ит екен ғой деп артқа қарамай жүре бер деді. Бала келе жатыр. Сарайға жетер жетпесте аяғындағы шынжырды тартылдатып иіре бастады. Есікті ашып көрсе, үш аяғындағы шынжырды үзіп, бір аяғында ғана қалған екен. Шоқпарды алып ұра бастап еді, бір мезгілде қара ит болды. Иттің құйрығынан ұстап айырылмады. Шал шығып еді, ат дегенің ит екен ғой деп тастап жүре береді. Қыз балаға: мен қазір жоғалам. Саған үш өсиет айтайын. Бірінші, біз үш қыз болып өтеміз. Соның ең артынан мен аяғымды қисық басармын, содан білесің. Екінші, үш тауық болармыз. Сонда олар жерден таралып жер, мен олардың артынан жермін. Содан білерсің. Үшінші, үш көгершін болып өтерміз. Сонда мен құйрығымды жайып жүрермін, содан білерсің деді. Айтып болысымен ақ жоқ болған, әрберден соң шал баланы шақыртып алған. Алдынан үш қыз өткізді. Бірінен бір аумайды балаға: осыдан кіші қызымды тауып бер деді. Бір қыз аяғын қисығырақ басып еді. Осы кіші қызың деді. Екінші ретінде үш тауық өтті де тары жеді. Тағы кіші қызым қайсы деді. Бір тауық тарыны екеуінің артынан жеді. Әлгі тауықты мынау кіші қызың деді. Үшінші жолы көгершін алып өтті. Біреуі құйрығын жайынқы өтті. Шал балаға: ал енді осыдан кіші қызымды тапсаң сөзсіз алып жүре бер деді. Кіші қызың мынау, еркелеп құйрығын жайынқы етіп келеді. Сонымен патша қызын беріп, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп болды. Күндерде күн өткен соң бала үйін сағынды. Қызға айтты: мен үйімді сағындым. Енді мен қайтам, сен қалсаң қал деді. Қыз айтты: мен сенімен барам, бірақ әкем не мен өлем. Сол күні бір арғымақ дайырлап, түнде екеуі қашып кетті. Келе жатыр еді, екі ала үйрек көрді. Қыз: мынау келе жатқан менің екі апам, енді бізді алып кетуге келді деп жігітті балаған қып өзі кемпір болды. Арғымақты ешкі қып сауып отырды. Екі қыз келіп сұрады: сондай бір еркек пен әйел көрдің бе? Жоқ, көргем жоқ, өзім осымен ғана күн көріп отырған кемпірмін. Екеуі кетті. Бұлар тағы кетті. Енді екі қыз әлгіндей деп айтқасын әкесі: соны алып келіңдер, ол қыздың сиқырын білмейсің бе деп ұрысқан соң екеуі тағы келді. Бұлардың келе жатқанын көріп, жігітті екі жағы ашық ін қылды. Арғымақты іннің екі жағынан тікенек қылып, өзі құйрығы жоқ ақ тышқан болып ерсілі-қарсылы сығалады. Екі қыз келіп ұстайын деп қолын тықса, тікенек қадалып жібермейді. Екеуі тұрды да ойланды. Осы тышқанды апарғанда қыз бола ма деп кетіп қалды. Олар кеткен соң бұлар да кетті. Келе жатыр еді, бір ұшып келе жатқан құс көрді. О, мынау менің әкем. Енді не мен, не ол өледі деді. Жігітті бәйтерек қылып атты, сынап, көлі қып, өзі сынапта жүрген шортан болды. Әкесі келіп: мынау менің қызым, сендер сынапты төк, бәйтеректі құлатыңдар, мен мына қызды ұстаймын деп еді. Қыз үйрек болып қашты. Ол қаршыға болып қуды. Далада отырған байдың қатынының қолына қыз Сақина болып тұра қалды. Әкесі бақсы болып кетті. Енді әйелге бал ашты. Сенің қолыңдағы Сақина бір пер патшасының қызы, сиқырмен келген, сен оны таста деді. Қояр өз Сақинам, нанбасаң қара дегенде Сақинаны шал лақтырып жіберді. Сақина жерге тар болып шашылды. Бақсы әтеш болып шоқи бастады. Бір кебістің ішінде бір тар қалған екен. Сол тары мысық болып әтештің басын қиып тастап жүре береді. Келсе, теректен бір тамыр, сынаптан бір қасық қалған. Екеуін баяғы қалпына түсіріп ауылдарына жақындайды. Енді мен осы арада қалайын, 40 күнге шейін тосам. Келсең келдің, келмесең кетем. Жігіт ауылына келді. Көптен көрмеген әкесі қуанып, қатын әперіп той қылды. Сонымен жігіт қызды ұмытты. Бір күн таң алдында торғай шырылдайды, көзін ашса түк жоқ. 3 күн бойына сөйтті. 3-ші күні енді мен саған жоқ деген дауысты естіп, ала торғай болып қуат әзер жетті. Қыз ренжіді. Мен әкемді өлтіріп келіп едім, сен ақырында мынандай істедің деп. Қатеменен ұмытып кеткенімді рас деп ақырында әке шешесіне айтып, алдынан қыз келіп өтіп, кәдімгідей келін қылып түсірді. Хан 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жігіт 2 қатын алып мұратына жетті.